Қазақстан арнасының бақытты әйел бағдарламасында әнші, актриса Айгүл Иманбаева ашық сұхбат беріп, әріптесі Алтынай Жорабаева туралы айтты. Мен сол кезінде Алтынаймен таңды таңға ұрып, гастрольдің кезінде әңгімелесетін, сырласатын кездерді сағындым, дейді Айгүл. Оның айтуынша, ол үнемі оның тілекшісі. Тағдыр деген бар, басымнан талай дүние өтті. Оған тек әйел бақытын тілеймін, дейді ол. Мен баяғыдан айтамын, Алтынаймен дос емеспін. Бір бағдарламада Алтынай, «Иә, біз құрбымыз» деп бастағанда, бірден тоқтаттым. Біз құрбы емеспіз, әріптеспіз. Менің биігім бөлек, оның биігі бөлек. Біз кезінде аралассақ, Сәбит екеуі тұрғандықтан араластық. Балалар бір-бірімен жақын аралассын дедік. Қазір де балалар бір-бірімен жау емес. Мысалы, балалардың санасына екі жақтап, қаны бір, бауыры екендерін санасына құйып отырамыз. Олар қазір бөлек кеткен кезде, онымен не үшін араласуымыз керек? Сол себепті жолымыз әртүрлі. Бір концертте кездесіп қалдық жақында. Сол кезде залда отырған анама гүл беріп жіберді. Өмірде шоу жасаудың керегі жоқ деп ойлаймын, дейді Айгүл Иманбаева. Айгүл, жарайсың, өнерің өрге жүзсін, бағың ашылсын. Әйел 40 шырақты дегендей, шырағың жансын. Керемет сұхбат болды. Айгүлдің кітапты көп оқитыны, білімді, жан-жақты екендігі көрініп тұр. Анаға деген керемет тағзым. Талғамыңызға тең келетін азаматты нәсіп етсін Алла. Керемет сұхбат. Айгүл апай, сізге ризамыз. Өнеріңізге сөз жоқ. Керемет жансыз. Алла сізге зор денсаулық берсін. Айгүл ханым, өте керемет жансың. Сіз мықты әйелсіз. Сізге әйел бақытын тілеймін. Айгүл жаным, сол өте өжет, қайсар, шыншыл қыз екенсің. Бақытты бол, деп жазды сұхбатты көрген көрермендер.